Ей, сен неғып тұрсың? Қойлары артқы аяқпен жүрмейді. Бізге ұқсамайсың ғой өзің. Ей, қайда кеттің? Қане кейін қайт. Жоқ, мен бұған төзбейм. Осы да өмір ме? Анда баруға болмайды, мұнда баруға болмайды. Артық қадам бассаң қылмыскерсің. Жалықтым, бір өзім жайлам. Жалғыз жүру қандай рахат. Ешкім маған бөгет жасамайды. Гүл теріп би билесем де өз еркім. Бұлай етуге болмайды деп ешкім айтпайды. Керемет. Ой, түлкі. Байқамаған болса екен. Ой, байқамаған болса екен. Ой. Сәлем, жарқыным. Сәлем, аппағым. Қайда сақтың? Киіз үйге жүріп бірге түстенейік. Қажеті жоқ, мен тоқпын. Есесіне мен ашпын. Рахмет, тәбетім жоқ. Жүр, шегім шырылдап барады. Сүйрелемеңізші мені, мен асығып барам, уақытым жоқ. Сен қайда сығасың? Қасқырдың түскасына кешігіп барам. Қалайша? Ол не қылған түскас? Қасқыр мені түскасқа шақырды. Ендігі екі көз төрт болып күтіп отырған шығар. Сізбен сөйлескенімді білсе, ашуланып жүрер. Оның күйгелік екенін білесіз ғой, солай емес пе? Сен қасқырға бара жатырсың ба? Қабат деген ай, әйтпесе бірге түстенер едік. Жарайды, шығыр, қасқырға сәлем айта бар менен. Әрине, міндетті түрде. Құрысын, осы серуен дегенде жетер. Үйге қайтқаным жөн. Мәссаған, жолы болар жігіттің деген осы. Ақыры келген екенсің, менімен бірге түстенесің. Кешіріңіз Басеке, мен қатты асығып барам. Қайда асығасың? Сені түстенуге мен шақырып тұрмын ғой. Аюдың түскасына кешігіп барам. Қой жай, ол не сені өзі шақырды ма? Иә, өзі. Маған 1 минутта кешікпей кел деген. Жолда келе жатып, сізбен сөйлескенімді білсе, қатты ашуланып жүрер. Сондықтан мен кете берейін, сол дұрыс болар. Жарайт, бара бер. Аюға сәлем айт. Әрине, айтам. Ақмақ қой. Аюдың түскасында өзін не күтіп тұрғанын білмейді ғой. Шіркін, сондай түстігім болса ғой. Жоқ, шыдай алмаспын. Барып көрейін. Мүмкін қасқыр қойдан бірдеңе қалдырған шығар. Тезірек. Ол бәрін жеп қоймай тұрғанда тезірек барайын. Ал, қой қайда? Қайдағы қой? Жарайды, мен алдамай-ақ қой. Мен бәрін білем. Өзің түскасқа шақырған қойды айтам. Ол менің қойым емес. Негізі оны түскасқа мен емес, аю шақырған. Қызық, ол маған сенің үйіңе барам деді. Мүмкін ол басқа қой шығар. Есіңді шей, қойлардың өздері түскасқа келгенін қайдан көрмедің? Демек, ол бізді алдап кетті ме? Мұны аюдан сұрайық. Бәрін жеп қоймасын, тезірек барайық. Иә. Ей, аю, саған қой келмеді ме? Қайдағы қой? Өзі аппақ сеп-семіз қой. Жоқ, не келу керек бет маған? Маған сенің үйіңе баратынын айтты. Ал маған мынаның үйіне барам деді. Бәлкім, әлі жете қоймаған болар. Қандай түстіктен айырылдық десеңші. Өз аяғымен келіп ет.
Ол алысқа сай қойған жоқ. Жақын маңда жүр. Ішім сесет. Жүріңдер оны ұстап алайық. Тоқтай тұрыңдар. Мен де бірге барамын. Тоқтаңдар. Сен қайда болдың? Қойшылар сені іздеді ғой. Қонақта болдым. Әрең қашып құтылдым. Кімнің үйінде? Түлкінің үйінде болдым, сосын қасқырдың үйіне бардым, бірақ аюдың үйіне кіре алмадым. Олар сені жеген жоқ па? Өтірік айтпа. Рас айтам, сенбесеңдер, қараңдар. Өздері бізге қонаққа келіпті. Көмектесіңдер! Ұстаңдар оларды. Ұстаңдар. Ал керек болса. Бізді тұсаққа түсірмекші. Бәрі түсінікті әлге қой. Барлауға келіпті. Иә. Ты странный. Мінезің оғаш екен. Ходишь на 2 ногах. Екі аяқтап жүрсің. А ну вернись. Қане қайт бері. Разве это жизнь? Бұл не өмір? Делаю, что хочу. Қалағанымды жасаймын. Идем на обед. Қонақ қасына жүр. Меня ждет волк. Мені қасқыр күтіп отыр. Тогда проваливай. Онда жоғалары. Я голоден. Қарным аш. Я иду к медведю. Мен аюға бара жатырмын. А где баран? Қой қайда? К медведю пошел. Аюға кетті. Где ты был? Қайда болдың? У зверей в гостях. Аңдарда қонақта болдым. Он нас обманул. Ол бізді алдады ғой. Держи их. Ұстаңдар оларды.